Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан шығатын, өте дәмді сырты қытырлақ, іші сочный, яғни сулы болып шығатын керемет шүберектер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын елеуді бастаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм ұн және де 350 жартысы 175 мг ыстық қайнап тұрған су қажет болады. Оған жарты шай қасық тұзымызды алып ергенше араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Және 20 грамм сұйық май қажет болады. Шамамен 2-3 қасықтай болады енді. Барлығын араластырып аламыз. Қолымыз күйіп қалмасы үшін қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап араластырып, қамырымызды елеуді бастаймыз. Қамырымызда ешқандай іріктік немесе жүйркіште қалмайтындай жақсылап елеп аламыз. Мінекей осындай орташа тығыздықта қамыр еленіп шықты. Енді осыны пакетке салып 20 минутқа демалдырып, яғни тындырып қоямыз. Оған дейін біз шүберекейдің салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде 300 граммдай сиырдың тартылған еті. Осыған біз орташа көлемдегі 2 пиязды блендермен өткізіп қосатын боламыз. Негізі блендер болған өте жақсы болады. Негізі блендер болса, блендерден өткізгендеріңіз дұрыс. Өйткені пияздың суы өте жақсы шығады. Ал егер блендер болмаса, пиязды өте ұсақ етіп суы шығатындай дәрежеде ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Мінекей осылайша пиязымызды блендерден өткізіп езіп алдық. Ал енді осы пиязды жаңағы тартылған еттің үстіне саламыз. Және де дәміне қарай 2 шай қасық тұз саламыз және кішкене қара бұрыштан да қосып жақсылап араластырып аламыз. Сондай-ақ біздің шүберекейіміз сулы, яғни сочный болып шығу үшін осы начинкамызға 30 мг су құямыз. Суды міндетті түрде құйыңыздар, сол кезде начинкамыз құрақ болып қалмайды. Өздеріңіз де байқап тұрғандарыңыздай, біздің начинкамыз кішкене сулы каша сияқты болып шығады. Енді біз 20 минут уақыт бойы тұрған қамырымызды алып жұмыс жасауды бастаймыз. Бірінші қолымызбен басып жақсылап елеп аламыз. Одан кейін кесуге ыңғайлы болу үшін сопақша формаға келтіріп аламыз. Яғни колбаска жасап аламыз. Одан кейін өзімізге ыңғайлы көлемде қамыр кесіп аламыз. Таразының көмегімен кессеңіздер болады. Мен қамырларды 50 граммнан бөліп өлшеп алып, бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Таразымен өлшемей-ақ көз мөлшерімен кесіп бөліп алсаңыздар да болады. Енді осы қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Және де шет-шетінен ала отырып, қамырымызды жаюды бастаймыз. Қамырымызға кішкене ұн себелеп жайып аламыз. Осылайша біз қамырымызды дөңгелетіп, кішкене жұқалай өтіп жайып алдық. Үстінен енді етті салмамызды саламыз. Ортасы дұрыс пісу үшін міндетті түрде қасықпен шайып, кішкене жұқалай өтіп төсеп шығамыз. Шүберекейімізді түйеміз, шеттерін кішкене басып, жақсылап бекітіп аламыз. Одан кейін осындай тарелканың көмегімен дөңгелетіп шығамыз. Сіздерде арнайы роллер болатын болса, сонымен кессеңіздер болады. Немесе бұндай құрылғы болмаса, шанышқының көмегімен басып қойсаңыздар болады. Мінекей осылайша шүберекейді әдемілеп түйіп дайындап алдық. Қамырын дәл осылай алдын ала жайып алсаңыздар болады. Бірақ жабысып қалмайтынына көз жеткізіңіздер. Сіздерге түсініктірек болу үшін тағы да бір рет түйілуін көрсетейін. Етті міндетті түрде жұқалап жайып шығыңыздар. Сондай-ақ шет-шеттерін жақсылап бекітіп алыңыздар. Ал енді уақыт аралығында біздің шүберекейді қуыратын майымыз міндетті түрде қызып дайын болып тұру керек. Мен орташа сәл төмен отта жақсылап қыздырып алдым. Және де шүберектерімізді салып екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Құрметті көрермендер, Қазақ тіл каналының дамуына аздан болсын өз үлестеріңізді қосып, видеоны аса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі батырманы басып, тіркеліп алыңыздар.
Чөберектеріңізді майға салғаннан кейін міндетті түрде осылай тез қасықтың көмегімен үстерінен май құйып тұрыңыздар. Сол кезде чөберектеріңіз жақсы көтерілетін болады. Ал енді бір беті қызарып піскеннен кейін келесі бетін де аударып, келесі бетінде жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде орташа одан төмен отта пісіріңіздер. Сол кезде ортасы да жақсы пісетін болады. Ал егер осылай чөберектерімізді екі жағынан қуырып аламыз. Чөберектерімізді екі бетінен жақсылап қуырып алдық. Осылай көтеріліп әдемі болып пісіп шығады. Дәмінде сөз жоқ, керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.